Неге өзіме керемет видео түсірмеске? Таптым. Мысалыға. Достар, бәріңіз сәлем. Бүгін біз 24 сағат түсіретін боламыз. Бұл 24 сағат челленджде мен тек қана далада жүретін болам. Мен тоңып қалмайды десеңіздер лайк басыңыз. Ей достар, бірақ далада қар жауып кетті. О, дурак. Бүгін 24 сағат мен далада түсірмеймін деген. Сонда да достар, жалғастырамыз. Жоқ, мына қатып қалды қой. Достар, мен бүгін 24 сағат челленджді қай жерде өткізетінін таптым. Достар, осымен менің челленджім бітті. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, бәрін істеп тастаңыздар. Короче айтқанда, давайте. Пау. Жоқ. Одан да скетч түсірмеймін ба? Братиш, қораздарды неғып көріп атсың? Сенде не өзіне ұстауын сабақ болмады ма не? Жоқ. Бұл әзілге қарап, адам күлерін де, жыларын да білмей қалар. Одан да влог түсірейін. Йо, достар, бәріңіз сәлем. Йо, мен жүріп баратырмын. Йо. Мынаны қараңдар, қазір секіріп кетем. Йо, көрінер ма? Йо. Сол енді басқа жаңалық жоқ. Йо. Ми ашып кетті. Видео кейін түсірім, оған дейін ойланып алайын. Так. Тоқта, таптым. Қысқасы айтқанда. Бірақ мен оны түсіруге қатты еріндім. Менің одан әрі ішім пысып кетті. Ойыма басқа еш нәрсе келмеді. Мысалыға қысқасы айтқанда түсіруге қойш. Ё-моё, ми ашып кетті. Айтпақшы.